Ресми танылмаған діни оқу орындарының қаупі. Қазіргі таңда көптеген жастар діни білім алу үшін шетелге барып, түрлі медреселер мен орталықтарда оқуды қалайды. Алайда шетелде діни білім алудың бірқатар қауіптері бар. Әсіресе ресми түрде мойындалмаған немесе күмәнді оқу орындарына түскен жағдайда. Шетелде білім алу үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бұл мәселе тек жеке адам үшін ғана емес, жалпы қоғамның тұрақтылығы үшін де маңызды. Шетелде діни білім алудың негізгі қауіптері. Деструктивті діни ағымдардың ықпалы. Кейбір шетелдік оқу орындары радикалды немесе экстремистік идеологияларды насихаттауы мүмкін. Жастарға діни біліммен қатар қоғамға қарсы идеяларды сіңірілуі ықтимал. Осындай білім алған адамдар елге оралған соң радикалды көзқарастарды таратып, қоғамға қауіп төндіруі мүмкін. Діни білімнің мемлекеттік стандарттарға сай болмауы. Қазақстанда діни білім алудың өз ережелері мен стандарттары бар. Шетелден алған діни білім елдегі дәстүрлі ислам құндылықтарына сәйкес келмеуі мүмкін. Кейбір оқу орындары жергілікті мәдениет пен дәстүрлерді жоққа шығаратын, бөлінушілікке алып келетін көзқарастарды насихаттайды. Құқықтық және қауіпсіздік мәселелері. Кейбір елдерде студенттер радикалды топтардың ықпалына түсіп, заңсыз ұйымдарға мүше болуы мүмкін. Мұндай жағдайда олар өз еркінен тыс қылмыстық әрекеттерге араласып кету қаупіне тап болады. Шетелде жүрген жастар мемлекет тарапынан толық бақылауда болмайды. Бұл олардың қауіпсіздігіне үлкен қауіп төндіреді. Жалған немесе күмәнді оқу орындары. Кейбір шетелдік оқу орындары ресми түрде танылмаған. Оларда діни білім жүйелі түрде берілмейді. Мұндай оқу орындарына түскен жастар сапалы білім алмай, экстремистік идеологияның ықпалына түсіп қалуы мүмкін. Отбасынан және ұлттық дәстүрден алшақтау. Ұзақ уақыт шетелде болған жастар туған жерінің салт дәстүрінен, ұлттық және рухани құндылықтарынан алыстап кетуі мүмкін. Бұл олардың өз ортасымен байланысын үзіп, басқа мәдениет пен діни түсінікке толық берілуіне әкелуі мүмкін. Нәтижесінде олар елге қайтқан кезде өз халқының діни ұстанымдары мен дәстүрлерін мойындамай, жаңа бөлінушілікке себеп болуы мүмкін. Шетелде діни білім алу үлкен жауапкершілікті талап ететін қадам. Егер адам дұрыс таңдау жасамаса, оның өзіне де, қоғамға да үлкен зияны тиюі мүмкін. Сондықтан жастардың діни білім алу мәселесінде мемлекет, отбасы және қоғам тарапынан жан-жақты қолдау мен бақылау болуы қажет. Тек осылай ғана біз экстремизмнің алдын алып, ұлттық және рухани құндылықтарымызды сақтай аламыз.